Уайымдама. Бір күні мен де қайтыс боламын. Сен де, тіпті Білет Назарбаев та. Және өмірді босқа өткізбеу керек. Өмірді вообще босқа өткізбеу керек. Сен бұл өмірден максимально кайф алуың керек. Себебі өте аз уақыт қалды. Сондықтан біреудің айтқанын істемей, тек өзің не қалайсың, өзіңнің жүрегің не қалайды, соны ғана жасауың керек. Мысалы, сен әнші болғың келе ма? Онда бар, ән жаз, текст жаз, сатып ал, бірдеңе жаса әйтеуір. Мысалы, сен кино түсіргің келді ма? Онда ең бірінші ютубтан баста. Ютубта шамалы 10-20 минуттық видеолар түсіріп солай баста. Себебі мүмкіндіктер өте көп. Көбісі айтады, мүмкіндік жоқ, менде ақша жоқ, бизнес ашқым келеді, ақша жоқ. Мүмкіндік бар, мүмкіндік миллион, просто адамдар соқыр. Егер сен біреудің айтқанымен өмір сүретін болсаң, мысалы мамаңның или папаңның, олар сені қандай колледжге или қандай институтқа түсіретіні солардың айтқанымен істесең, онда сен уже өлдің деп есептей бер. Себебі олар басқа заманның адамдары, сен басқа заманның, сен современ заманның адамысың. Барлық шешімдерді өзің қабылдауың керек, өзің не қалайсың, соны жасауың керек. Бұл сенің өмірің. Сондықтан ойлан, сенімен болған мен.